Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тура пропорционалдық тәуелділік және кері пропорционалдық тәуелділік. Бүгінгі сабақта шамалары тура және кері пропорционалдықпен байланысты есептер шығарасыз. Алдымен тақырыбымызды бастамас бұрын біз мынадай сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бірінші сұрақ: пропорция дегеніміз не? Пропорция дегеніміз ол екі қатынастың теңдігі. Келесі сұрақ: пропорцияның мүшелері қалай аталады? Біз білеміз, пропорцияның мүшелері ортаңғы және шеткі мүшелер деп аталады. Және де үшінші сұрақ: пропорцияның негізгі қасиеті қандай? Бұл сұраққа да жауап бере алдыңыздар деп ойлаймын. Пропорцияның негізгі қасиеті ол шеткі мүшелердің көбейтіндісі ортаңғы мүшелердің көбейтіндісіне тең. Ал енді мынадай нәрсені еске түсірейік. Біз осыған дейін шамалардың екі түрін өттік: тура және кері пропорционал шамалар. Тура пропорционал шамалар дегеніміз ол егер бір шаманың мәндерін сәйкесінше бірнеше есе арттырса немесе кемітсе, екінші шаманың мәндері де сәйкесінше сонша есе артатын немесе кемитін болса, ондай шамаларды тура пропорционал шамалар деп атаймыз. Және екінші түрі ол кері пропорционал шамалар. Яғни бір шаманың мәндерін біз бірнеше есе арттырғанда немесе кеміткенде, сәйкесінше екінші шаманың мәндері сонша есе кемісе немесе артса, ондай шамаларды біз кері пропорционал шамалар деп атаймыз. Тура пропорционал шамалардың формуласы, яғни ол бірінші шаманың екі мәндерінің қатынасы екінші шаманың сәйкес мәндерінің қатынасына тең. Яғни формула түрінде жазатын болсақ, ол x1-дің x2-ге қатынасы тең болады y1-дің y2-ге қатынасына. Ал кері пропорционал шамалардың бізде формуласы ол x1-дің x2-ге қатынасы тең болады y2-ның y1-ге қатынасына. Есептер шығармас бұрын біз мынадай тура және кері пропорционал тәуелділікте арналған есептерді шығару алгоритмін қарастырайық. Алгоритмдегі бірінші қадам ол белгісіз шаманы x әрпімен белгілеу. Яғни шартқа байланысты біз белгісіз шаманы анықтаймыз, оны x пен белгілейміз. Екінші қадам шамалар арасындағы тәуелділікті анықтау. Яғни біз жаңа айтып өткендей, шамалар бір-бірімен тура пропорционал ма, әлде кері пропорционал ма, соны анықтаймыз. Одан соң біз қысқаша шарт бойынша тәуелділіктің түріне байланысты біз пропорция құрамыз. Яғни тура пропорционал болса, онда қатынастардың теңдігін аламыз, ал егер кері пропорционал болса, онда бір шаманың мәндерінің қатынасын екінші шаманың сәйкес мәндерінің кері қатынасына теңестіреміз. Төртінші қадам ол пропорцияның белгісіз мүшесін табу. Біз сіздермен пропорцияның белгісіз мүшесін табуды білеміз. Яғни шеткі мүшені табу үшін ортаңғы мүшелердің көбейтіп белгілі шеткі мүшеге бөлу керек, немесе ортаңғы мүшені табу үшін шеткі мүшелердің көбейтіп белгілі ортаңғы мүшеге бөлуіміз керек болады. Және де ең соңғы қадам ол есептелген соң оның соңғы жауабын жазу. Ал енді келесі тапсырмаларды орындайық. 100 грамм ерітіндінің құрамында 4 грамм тұз бар. 300 грамм ерітіндінің құрамында неше грамм тұз болады? Бұл тапсырманы орындау үшін алдында қарастырылып кеткен алгоритм бойынша біз белгісіз шаманы x пен белгілеп алуымыз керек. Сонда бізде есептің шартына мұқият қарайтын болсақ, 300 грамм ерітіндіге сәйкес келетін тұздың мөлшері бізге белгісіз. Сондықтан біз есептің қысқаша шартына 300 граммға сәйкес тұз мөлшерін x грамм деп белгілеп аламыз. Сонда қысқаша шартында біз ерітіндінің мәндерін, яғни салмақтарының өлшемін біз 100 грамм мен 300 граммды бір жағына жазамыз сәйкес мәндерін, және тұздың салмақтарын біз 4 грамм мен x граммды бір жаққа жазып қысқаша шарт құрап аламыз. Енді біз бұл жерден шамалардың тәуелділік түрін анықтауымыз керек. Яғни бұлар тура пропорционал ма, әлде кері пропорционал ма? Егер мұқият қарасаңыздар, 100 грамм ерітінді, яғни ерітіндінің мөлшері аз болғанда, ондағы тұздың да мөлшері аз болады. Ал егер біз ерітіндінің мөлшерін көбейтетін болсақ, онда сәйкесінше концентрацияға байланысты ондағы тұздың да мөлшері көбірек болу керек. Демек біз бұл жерде бір шаманың мәнін арттырғанда, екінші шаманың да мәні артуы керек екенін көріп тұрмыз. Демек бұл шамалар
тура пропорционал. Олардың тура пропорционалдығын қысқаша шартта біз жанына бағыттас бағдарлар арқылы көрсетіп қоямыз. Байқап тұрсаңыздар, міне бағыттас бағдарлар арқылы көрсеттік. Енді біз бұлардың тәуелділігін анықтағаннан кейін, яғни тура пропорционал екенін анықтадық. Енді оның қасиеті бойынша біз сәйкесінше мәндердің қатынасы арқылы пропорция құруымыз керек. Пропорция құрғанда сіздер білесіздер, бір шаманың сәйкес мәндерінің қатынасын, яғни 100-дің 300-ге қатынасын теңестіреміз екінші шаманың сәйкес мәндерінің қатынасына. Ол болады 4-дің x-ге қатынасына. Сонымен бізде пропорция 100-дің 300-ге қатынасы тең болады 4-дің x-ге қатынасына. Ал бұл пропорциядағы біз белгісіз мүшені табуды білеміз. Яғни бұл жерде бізде x белгісіз шеткі мүше. Пропорцияның белгісіз шеткі мүшесін табу ережесі бойынша оның ортаңғы мүшелерін көбейтіп, белгілі шеткі мүшеге бөлеміз. Сонда, егер есептейтін болсақ, біз x-тің мәні 4 пен 3-тің көбейтіндісіне тең екенін көріп тұрмыз. Осы жерден x 12-ге тең екен. Сонымен, бұл есептің жауабы, яғни 300 грамм ертіндіде 12 грамм тұз болу керек. Келесі тапсырма, ұшақ екі қаланың арасын 720 км/сағат жылдамдықпен 2,125 сағатта ұшып өтеді. Осы қашықтықты ұшып өту уақытын 15 минутқа қысқарту үшін жылдамдығын қаншаға арттыру қажет? Алдымен біз анықтап алайық. Жылдамдығы 720 км/сағат екен, уақыты оның 2,125 сағат. Енді бұл жерде есептің шартында уақытты 15 минутқа қысқартуымыз керек. Ал есептің бастапқы сөйлемінде уақыт сағатпен берілген. Демек біз алдымен 15 минутты сағатқа айналдыруымыз керек. Сонда 15 минут сағатқа айналдыру үшін біз оны 60-тан 15 деген жай бөлшекпен жазамыз. Сонда ол бөлшекті қысқартып біз 4-тен 1 деген бөлшек аламыз. Ал 4-тен 1-ді 10-дық бөлшекпен жазатын болсақ, ол бізде 0,125 болады. Демек 15 минут дегеніміз сағатқа айналдырғанда 0,125 сағат болады. Енді есептің шартына сәйкес ол уақыт 15 минутқа қысқару керек, яғни 0,125-ке қысқару керек. Ендеше біз оның алғашқы ұшып өткен уақытын азайтамыз. Сонда 2,125 азайтылған 0,125 тең болады 2. Яғни ұшақ жылдамдығын өзгерту арқылы 2 сағатта ұшып өтуі керек. Осыны біз табу үшін, яғни қандай жылдамдықпен ұшып өтуін табу үшін пропорция құрамыз. Сәйкестендіреміз. Алдымен қысқаша шартында, егер оның жылдамдығы 720 км/сағат болатын болса, онда осы қашықтыққа жұмсалатын уақыт ол 2,125 сағат. Ал енді осы берілген қашықтықты 2 сағатта қандай жылдамдықпен ұшып өтуі керек? Яғни біз бұл жерде не байқаймыз? Егер жылдамдықты өзгертетін болса, немесе арттыратын болса, онда оның ұшу уақыты қысқару керек. Демек, біз бұл жерде шамалардың бір-біріне кері пропорционал екенін көруге болады. Сонымен біз қысқаша шартында шамалардың кері пропорционал екенін көрсетеміз. Оны біз қарама-қарсы бағдарлар арқылы көрсетіп қоюымыз керек қысқаша шарттың тұсына. Сонда кері пропорционал шамалардың қасиетіне сәйкес пропорция құратын болсақ, онда бірінші шаманың мәндерінің қатынасын, яғни 720-ның x-ке қатынасы тең болу керек екінші шаманың сәйкес мәндерінің кері қатынасына, яғни 2-ның 2,125-ке қатынасына. Сонда бұл жердегі пропорциядан x-ті табу үшін біз 720-ны 2,125-ке көбейтіп, оны 2-ге бөлуіміз керек. Сонымен x есептейтін болсақ, ол 360 пен 2,125-тің көбейтісіне тең екен. Сонда x-тің мәні 810. Енді біз бұл есептеуден ұшақ берілген қашықтықты 2 сағатта ұшып өту үшін 810 км/сағат жылдамдықпен ұшу керек екен. Ал есептің сұрағында ол қаншаға арттырған делінген. Яғни бұл кейінгі ұшып өту жылдамдығы, ал бастапқы жылдамдығы ол 720. Демек біз бұл сұраққа жауап беру үшін 810-нан 720-ны азайтамыз. Сонда ол 90-ға тең болады. Демек бұл есептің жауабы ұшақ жылдамдығын арттырғанда 90 км/сағат жылдамдыққа арттыру керек болады екен. Келесі тапсырма: 10 құбырдан 10 минутта 10 тонна су ағады. 20 құбырдан 30 тонна су неше минутта ағады? Бұл есептің ерекшелігі басқа есептерден. Бұл жерде біз 3 шаманы байқап тұрмыз. 3 шаманы мысалы біз қысқаша шартын былай жазып аламыз. 10 құбыр 10 тонна суды 10 минутта толтырады.
Ал 20 құбыр 30 тонна суды неше минутта толтыру қажет? Осындай қысқаша шартқа байланысты біз алдымен біртіндеп, яғни алдымен екі шаманы, біз мысалы 20 құбыр 30 минутта қанша су ағызатынын тауып алуымыз керек. Ол үшін біз мынадай пропорция құрамыз. Яғни 10 құбыр 10 тонна суды 10 минутта ағызады. Ал 20 құбыр осы 10 тонна суды неше минутта ағызатынын табуымыз керек. Ол үшін мынадай пропорция құрамыз. Құбырлар саны, яғни бастапқыда 10 құбыр еді, оның санын 2 есе арттырдық, яғни 20 құбыр болды. Ал судың көлемі өзгеріссіз қалды. Біз бұл жерде не байқап тұрмыз? Орындаушы саны артты, демек осы жұмысты орындауға жұмсалатын уақыт ол сонша есе кему керек. Ендеше пропорцияны жазатын болсақ, біз 10-ның 20-ға қатынасы тең болу керек x-тің 10-ға қатынасына. Бұл жерден x-тің мәнін есептегенде біз оның 5-ке тең екенін көреміз. Демек, құбыр санын арттырғанда судың мөлшері өзгеріссіз қалатын болса, онда жұмсалатын уақыт бізде сонша есе кемиді. Ары қарай біз 20 құбырдың 10 тонна суды қанша уақытта толтыратынын таптық. Енді бізге керегі 30 тонна суды ол қанша уақытта ағызады екен. Ол үшін біз мынадай пропорция құрамыз. Байқаңыздар, құбыр саны сақталып қалады. 20 құбыр, сол 20 құбыр сақталады. Ал судың мөлшері бізде өзгерді, яғни 10 тонна алдында болған еді, енді 30 тонна керек. Демек, судың мөлшері артқанда, сәйкесінше осы суды толтыруға жұмсалатын уақытта арту керек. Демек, бұл шамалар бізде тура пропорционал. Ендеше пропорция құратын болсақ, яғни судың мөлшерінің мәндерінің қатынасы, яғни 10-ның 30-ға қатынасы тең болу керек 5-тің x-ке қатынасына. Бұл пропорциядан x-ті табу үшін біз белгісіз мүшені табу ережесін қолданамыз. Сонда x тең болады 30-дің 5-ке көбейтіндісіне бөлінген 10-ға. Бұл жердегі x-тің мәні 15-ке тең екенін көреміз. Демек, 20 құбыр 30 тонна суды 15 минутта толтырады екен. Сонымен, құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен тура пропорционалдыққа және кері пропорционалдыққа арналған есептер шығардық. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.